Жақында еліміз бойынша елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың бастамасымен құрылған Біргеміз қоғамдық қорынан халықтың әлеуметтік әлсіз санатына жататын жандарға 50 мың теңгеден көмек берілу жайлы ақпарат тараған болатын. Бұл қолдаудың біздің аудан тұрғындарына қатысы бар жоқтығын Нұр Отан партиясының Қарасай аудандық филиалы төрағасының бірінші орынбасары Қаныбек Айтжан толықтай түсіндіріп берді. Әрине осы 50 мың теңге туралы аудан тұрғындары арасында көптеген әртүрлі қаңқу сөздер, әңгімелер жүріп жатыр. Бізге көптеген азаматтар келіп осы мәселесі төңірегінде сұрақтар қойып жатыр. Біз осы жерде жауап беріп отырмыз. Республика бойынша 23 қалаға бөлінген. Бұл қалалардың 23 қаланың тұрғындарының саны 100 мың адамнан асады. Бұл қалаларда ауру жұқтыру қаупі рискісі дейміз ғой, өте жоғары болып саналады. Сондықтан осы қалалардағы аз қамтылған отбасылар, оның ішінде мына көмекке зәру деген өте мұқтаж адамдарға беріледі. Және ол 7 түрлі категория бар. Ол жерде жаңағы инвалидтерді қарап отырған адамдар, мына жастар практикасында жүргендер, содан кейін жаңағы қоғамдық жұмысқа тартылған азаматтарға кіреді. Және көпбалалы отбасылар. Жалпы Нұр Отан партиясы аудандық филиалының ықпалымен елімізде төтенше жағдайдың енгізілуіне байланысты облыстық аудандық мәслихат депутаттары мен кәсіпкерлердің демеушілігі арқылы азық-түлікке мұқтаж жандарға барынша көмек көрсетілуде. Кеше аталған партия өкілдері мен аудандық жастар ресурстық орталығы, сондай-ақ белсенді еріктілер ауған соғыс ардагерлерінің үйлеріне арнайы барып, азық-түлік пен медициналық бетперде жеткізіп, қал жағдайларын біліп, ризашылықтарына бөленді. Аудандық партия филиалының бастамасы арқылы осы уақытқа дейін 1100 отбасы азық-түлікпен қамтамасыз етілген. Бұл қайырымды шара әлі де жалғасатын болады. Тұрғындардың өтініштеріне байланысты арнайы тізім жасалынып, соған байланысты көмектер көрсетіледі. Оның ішінде қариялар, мүмкіндігі шектеулі жандар, жалғызбасты және көп балалы аналар, одан бөлек төтенше жағдайға байланысты табысынан айырылғандар да бар екенін айта кеткен жөн. Сюжетті дайындағандар Дидар Мұхамадиев және Артур Қасымов.